Мына есік енді красота қыздар. Мына жердің есігі, келе қойыңыздар бері қарай. Мына жердегі есік қараңыздаршы. Прям айнаның да керегі жоқ. Бұның ішінде бізде ванна, қазір көрсететін болам. Қазір сіздерге жатын бөлмені көрсетейін. Ер мен әйелінің или бала шағасымен. Бұл жерге тағы да бір диван сыйдыруға болады. Вот қараңыздар, вау, прям классика, неоклассика, минимализм барлығын смешивать етіп қойып жібергенбіз. Әдемі перделер, вай, бұның барлығы детально таңдалып, барлығы жасалды. Люстраны қараңыздар, өте әдемі әсемдік беріп тұр. Мына бір нәрсеге көңіл бөлмеңіздер, алған адам өзі кондиционерін қойып, құда қаласа рахаттанып өмір сүретін болады. Алдын ала ойластырып кеттік. Мына жер бізде ТВ зонаның орны, телевизорды қойып, спальнеде демалып, киносын көре береді. Ал мына жерде туалетный столик. Вот қыздар. Боянасыз, әдемілеп пуфигіңізге отырып, осы жерде әдем болып шығасыз. Осылай. Енді мастер спальняның әдемі шкафтары вот. Барлық киімдеріңіз, көрпе төсегіңіз, вот, майда шүйде киімдеріңіз барлығын осының ішіне сыйып кетеді. Бүкіл мебельді де аямадық, барлығын әдемілеп жасадық. Есіктерім енді просто бөлек әңгіме ғой қыздар. Давайте, енді қонақ бөлмесін